Құран оқу курсымның кезекті сабағы. Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал бисмиллах, бастайық. Керемет бір хадистен бастағым келеді. Бурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам баласына Құранды оқуды үйреткен, оның қағидалары бойынша жүруді меңгерткен ата-ананың басына қиямет күні күннің сәулесі секілді нұрдан тәж кигізеді, және бұл өмірде болмаған бағалы киімдер кигізеді. Сонда олар бізге бұл киімді не үшін кигізді деп сұрайды. Оларға балаңның Құрандағы құрметіне де жауап береді дейді. Әл-Хакім, бәрі де Аллаға мәлім. Бүгінгі өтетін әріптеріміз кәф және ләм әріптерін өтетін боламыз. Кәф әріпі тілдің таңдайдың жұмсақ етіне тиюі арқылы шығады. Кәф әріпі к деген дыбысты шығарады. Кәф әріпінің жазылу үлгісі, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Кәф әріпінің харакатпен оқылуын оқып көрейік. К, ки, ку. К, ки, ку. Келесі әріп бізде ләм әріпі. Ләм әріпі тіл ұшының екі жағы жоғарғы күрек тістерінің етіне тию арқылы шығады. Ләм әріпі л деген дыбысты береді. Қазақ тілінде бар әріп. Ләм әріпінің жазылу үлгісі сөздің басында, ортасында және соңында. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Және де ләм әріпінің харакатпен оқылуын оқып көрейік. Лә, ли, лу. Лә, ли, лу. Осымен сабағымыз аяқталды. Әріптердің бітуіне өте аз ғана санаулы әріптер қалды. Сондықтан да оқыңыздар, үйреніңіздер, ерінбеңіздер. Аллахтың кәләмін бірге үйренейік, иншалла. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.